Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 3-ші сынып 85-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы 17 мен 5-тің 84 пен 4-тің бөлінісі түріндегі кестеден тыс көбейту және бөлу. Сен 17 мен 5-тің 84 пен 4-тің бөлінісі түріндегі кестеден тыс ауызша көбейту және бөлу амалдарын орындауды үйренесің. Бірінші тапсырма өрнектердің мәнімен сәйкестендіріп, әр картинаның қандай бояумен салынғанын анықта. 14 пен 11-дің бөліндісін біз 11-ді 10 мен 1-дің қосындысы деп алсақ болады. 14-ті 10-ға көбейтеміз, 140 болады, және 14-ті 1-ге көбейтеміз, 14 болады. 140-қа 14-ті қоссақ 154 болады. 22 мен 11-дің көбейтіндісі 242-ге тең. 42 мен 11-дің көбейтіндісі 462-ге тең. 35 пен 11-дің көбейтіндісі 385-ге тең. 23 пен 11-дің көбейтіндісі 253-ге тең. Қалай есептелгенін түсіндір. 17 мен 5-тің көбейтіндісі тең. 17-нің өзін 10 мен 7-нің қосындысы деп алып, оны 5-ке көбейтеміз. 10-ды 5-ке көбейтеміз, қосу 7-ні 5-ке көбейтеміз. 50 мен 35-тің қосындысы 85-ке тең. 84 пен 4-тің бөліндісін, 84-тің өзін 80 мен 4-тің бөліндісі қосындысы деп жүктеп аламыз, және оны 4-ке бөлеміз. 21-ге тең. 963 пен 3-тің бөлінісін 900-ді 60 және 300 деп жүктеп алып, оны 3-ке бөлгенде 321-ге тең. Есепте 17 мен 3-тің көбейтіндісі, 17-ні жүктеп аламыз, 10 мен 7-нің көбейтіндісі, қосындысы көбейту 3, 10-ды 3-ке көбейтеміз, қосу 7-ні 3-ке көбейтеміз, 30 қосылған 21 тең 51-ге. 4 пен 19-дың көбейтіндісі, 4-ті жазып қоямыз, 19-ды 10 мен 9-дың қосындысы деп жүктеп аламыз, 4-ті 10-ға көбейтеміз, қосу 4-ті 9-ға көбейтеміз, 40 қосылған 36 тең 76-ға тең. 4-ті 14-ке көбейтеміз, 4 көбейту 10 мен 4-тің қосындысы, 4-ті 10-ға көбейтеміз, қосу 4-ті 4-ке көбейтеміз, 40 пен 16-ның қосындысы тең 56-ға тең. 930 пен 3-тің бөліндісі 310-ға тең. 300 пен 20-ның бөліндісі, 300-дің өзін 200 пен 100-дің қосындысы деп аламыз, оны 20-ға бөлгенде 15-ке тең. 600 пен 5-тің бөлінісі, 600-ді 500 пен 100-дің қосындысы деп алып, оны 5-ке бөлеміз, 120-ға тең. 680 мен 2-нің бөлінісі, 600 қосылған 80 бөлінген 2, 340-қа тең. 480 мен 40-тың бөлінісі, 400 қосылған 80 бөлу 40 тең 12-ке. 13 пен 5-тің көбейтіндісі, 10 мен 3-тің қосындысы деп алып, және оны 5-ке көбейтеміз. 10-ды 5-ке көбейтеміз, қосу 3-ті 5-ке көбейтеміз, 50 қосылған 15 тең 65-ке. 240 пен 4-тің бөлінісі 60-ға тең. 500 пен 20-ның бөлінісі 25-ке тең. 9 пен 2-нің бөлінісі 450-ге тең. 4-ші тапсырма, амалдардың орындалу ретін анықта және есепте. 450 мен 5-тің бөлінісін қосамыз 720 мен 90-ның бөлінісіне. Мәні 98-ге тең. 580 мен 810-ның бөлінісінің айырмасына қосамыз 210-ды. Тең 280-ге. 480 мен 390-ның айырмасына қосамыз 240 пен 80-ның бөлінісін. Мәні 93-ге тең. 12 мен 3-тің көбейтіндісіне қосамыз 60 пен 4-тің бөлінісі, тең 51-ге. 640-тан азайтамыз 70 пен 8-дің көбейтіндісін қосамыз 241-ге, 321-ге тең. 70 пен 5-тің бөлінісіне қосамыз 25 пен 2-нің көбейтіндісін, тең 64-ге.
Бесінші тапсырма: боялған тіктөртбұрыштардағы сандардың қима қағазға жаз, басқа қима қағаздарға осы сандарға көршілес сандарды жаз. Қима қағазды араластырып, оларды кему ретімен орналастыр. Сандардың біріне сипаттама бер деді. Бұл жерде біз 301-ді 300 бен 300, 302, 607 саны көршілері 606 мен 608, 806 санының көршілері 805 пен 807, 509 санының көршілері 508 пен 510, 470-дің көршілері 469 пен 471-ге, 407-ның көршілері 406 мен 408-ге тең. Алтыншы тапсырма: бірінші бағандағы мысалдарды есептеу тәсілін түсіндір. Осы білімді пайдаланып, екінші бағандағы мысалдарды қалай есептеуге болады? 200 пен 4-тің қосындысын көбейтеміз 2-ге. 200-ді 2-ге көбейтеміз, оған қосамыз 4 пен 2-нің көбейтіндісін, тең 408-ге. 408-ді қосамыз 8-ге, бөлеміз 2-ге. 400-ді 2-ге бөлеміз, қосу 8-ді 2-ге бөлгенде 204-ге тең. 204 пен 2-нің көбейтіндісі, 204-ті жіктеп аламыз. 200 қосылған 4, көбейту 2. 200-ді 2-ге көбейтеміз, қосу 4-ті 2-ге көбейтеміз. Тең 408-ге. 408 пен 2-нің бөлінісі тең 400 қосылған 8, бөлу 2. 408-ді 2-ге бөлеміз, қосу 8-ді 2-ге бөлгенде 204-ге тең. Енді балалар, түсіндіре отырып, әсін өздеріңіз шығарасыздар. Мына жерде шығып тұр, өздеріңіз шығарып, сол шығып тұрған есеппен салыстырып алсаңыздар болады. Жетінші тапсырма: бірінші бағандағы мысалдарды есептеу тәсілін түсіндір. Осы біліміңді пайдаланып, екінші бағандағы мысалдарды қалай есептеуге болады? 400 бен 80-нің қосындысы қосылған 4 бөлінген 2. Яғни осы қосылғыштарды бір-бірден бөліп шығамыз. 400-ді 2-ге бөлеміз, қосу 80-ді 2-ге бөлеміз, қосу 4-ті 2-ге бөлгенде мәні 242-ге тең. 242-ні 2-ге көбейту деген сөз, 200-ді қосамыз 40-қа, қосамыз 2-ге, көбейтеміз 2-ге. 200-ді 2-ге көбейтеміз, қосу 40-ты 2-ге көбейтеміз, қосу 2-ні 2-ге көбейткенде 484-ге тең. 484-ті 2-ге бөлеміз, 400 қосылған 80, қосу 4 бөлінген 2. 400-ді 2-ге бөлеміз, қосу 80-ді 2-ге бөлеміз, қосу 4-ті 2-ге бөлеміз, тең 242-ге. Осындай балалар әсін орындаймыз. Осындай мысалдарды баған ойлап жаз дейді. Мен бірінші мынандай өрнек құрып қойдым. 100 пен 30-дың қосындысы, оған 1-ді қосамыз. Оны көбейтеміз 3-ге. 100-ді 3-ге көбейтем, қосу 30-ды 3-ге көбейтіп, қосу 1-ді 3-ге көбейтеміз. Сонда 393-ге тең. Сіздер де осыған ұқсас өрнектерді өздеріңіз құрсаңыздар болады. Б-сы түсіндіре отырып есепте. 342 мен 2-нің көбейтіндісі, 314 пен 2-нің көбейтіндісі, 314-ті жіктеп аламыз. 300 қосылған 10, қосу 4, оны 2-ге көбейтеміз. 300-ді 2-ге көбейтеміз, қосу 10-ды 2-ге көбейтеміз, қосу 4-ті 2-ге көбейткенде 628-ге тең. Міне балалар, қалған есепті де өздеріңіз осындай қылып шығарып аласыздар. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Бастауыш сабақтар арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар.